Сәлем балалар. English Plus 7-ші сынып 2025-ші бет, 2025-ші жыл, workbook'тың 26-ші беті. Exercise 1. Look at the picture and answer the question. Суретке қарап, сұраққа жауап береміз. What do you think living on a houseboat is like? Жаңағы қайық үйде өмір сүру қалай деп ойлайсыз дейді. I think living on a houseboat is fun because you can change your place anytime you want. Мен ойымша қайық үйде өмір сүру өте көңілді, өйткені сен кез келген уақытта өз тұратын жеріңді өзгертсең болады. Exercise 2. Listen and read. Match headings 1 to 4 with paragraphs 80. Тыңдаймыз және оқимыз 1-ден 4-ке дейін параграф атауларымен мәтіндегі параграфтарды сәйкестендіреміз. The best room on the boat бізде И параграфында айтылған. Қайықтағы ең жақсы бөлме. Келесі. The city center a great place to be. Бұл бізде be параграфында айтылған. Қаланың орталығы тұруға ең жақсы жер деп. A room for everyone to enjoy. Барлығын көңіл көтере алатын жері. Бұл бізде D. Bad weather and Marianne. Жаман ауа райымен Мариана. Бұл C параграфында айтылған. A comfortable home with a garden. Бақшасы бар, ыңғайлы үй. Бұл бізде A параграфында айтылған. Келесі, 3-ші жаттығу. Complete a sentence with information from the text. Сөйлемдерді мәтіннен ақпаратпен толықтыруымыз керек. Мысалы, Rory lives in London on a houseboat. Rory Лондонда қайық үйде өмір сүреді. Rory's home has got 2 bedrooms. Оның үйінде 2 жатын бөлмесі бар. The boat is called Marianne. Қайықтың аты Мариана. Living on a boat isn't much fun when there is bad weather. Ауа райы жаман кезде қайықта өмір сүрген онша көңілді емес, онша жақсы емес. They paint the houseboat every year. Олар қайық үйді әр жылы бояйды екен. There are modern paintings in the boat's living room. Қайықтың отыратын бөлмесінде, қонақ бөлмесінде немесе заманауи суреттер бар. Келесі 4-ші жаттығу. Work with a partner, read the questions and discuss possible answers. Жұп болып жұмыс істейді екенбіз, сұрақтарды оқып, жауаптарды талқылайды екенбіз. Мысалы, how many rooms has the houseboat got? Қанша бөлмесі бар? The houseboat has got 4 rooms. Мысалы. The houseboat is close to museums and the library. Do you think everyone should live near places like this? Why not? Дейді. Қайық үй музейлерге және кітапханаларға өте жақын. Барлық адам осындай жерде өмір сүру керек деп ойлайсың ба? Неге неге жоқ дейді. Yes, because if they live close to museums, they will often go there and learn more about the history of their town and country. Өйткені олар музейлерге жақын тұрса, олар онда жиі барады және өздерінің қаласының немесе өздерінің мемлекетінің тарихын жақсырақ үйреніп алады. Rory's houseboat is unusual, but he says it's nice. Why is it important to understand and respect how other people live? Rory'дің қайық үйі ол ерекше, бірақ ол өте жақсы. Неліктен қалған барлық адамдардың өмір сүру салтын түсіну маңызды деп ойлайсың дейді. It helps us to understand that people are different and accept the differences. Бұл бізге барлық адамдар әртүрлі екенін және сол әртүрлілікті қабылдауға көмектеседі. Rory's houseboat also has a ramp. How can we make places in a city more accessible for everyone? дейді. Rory'дің қайық үйі сондай-ақ қайық үйінде сондай-ақ пандус деп айтамыз ғой. Пандус бар.
жаңағы коляскамен шығуға арналған жер. How can we make places in a city more accessible for everyone? Барлық адамдарға қолайлы етіп, қаладағы барлық жерлерді қалай қолайлы етсек болады дейді. There should be ramps and special elevators for everyone. Барлық жерлерде жаңа пандус және арнайы лифттер болу керек барлық адамдар үшін. Келесі 5-ші жаттығу. Complete a sentence with the words in the box. Қорапшада сөздермен сөйлемдерді толықтырыңыз дейді. Exercise 5. Біріншісі. The balcony outside my bedroom has a small table and 2 chairs. Менің жатын бөлмемнің сыртындағы балконда кішкентай үстел мен 2 орындық бар. Would you prefer a modern flat in the town center or a traditional house in the country? Сен қаланың ортасында заманауи пәтерді қалайсың ба, немесе сондай жер ұлттық деген сияқты жер үй ауылда қалайсың ба дейді. The view from our roof is wonderful. You can see all of the city. Біздің крышадан, үйіміздің төбесінен көрініс өте керемет, барлық қала көрінеді дейді. Many celebrities have holiday homes that they only visit once or twice a year. Көпшілік атақты адамдарда демалыс үйлері бар, ол жақта жылына 1 немесе 2 рет болады дейді. Осындай бізде 26-шы бетті тапсырмалар берілген екен. Барлық тапсырманы орындадық. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Пайдалы болса, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ осы видео пайдалы болуы мүмкін адамдарға, басқа оқушыларға жіберіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.